2025 жылы елімізде алғаш рет 29 қазан кәсіпкерлер күні ресми мереке ретінде бекітілді. Бұл күн еліміздің экономикалық дамуына үлес қосып жүрген іскер азаматтарға деген құрметтің көрінісі. Мереке аясында Түркістан қаласында облыстық кәсіпкерлік және сауда басқармасы мен облыстық кәсіпкерлер палатасының ұйымдастыруымен салтанатты іс-шара өтті. Жиында өңір әкімі Нұралхан Көшеров кәсіпкерлерді кәсіби мерекемен құттықтап, олардың облыс экономикасының өсуіне қосқан үлесін ерекше атап өтті. Аймақ басшысы үздік кәсіпкерлер мен компанияларды марапаттап, мемлекеттік қолдау кәсіпкерлікті дамытуда маңызды рөл атқаратынын айтты. Кездесу барысында Қазақстанның үздік тауары өңірлік көрме конкурсының жеңімпаздары мен бизнес саласында жоғары нәтиже көрсеткен кәсіпкерлер марапатталды. Құрметті кәсіпкерлер және жиынға қатысушылар, биыл еліміздегі алғашқы рет 29 қазан кәсіпкерлер күні ресми түрде атап өтілуде. Баршаңызды кәсіби мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Бұл мереке ел экономиканың дамуына өлшеусіз үлес қосып жүрген іскерлік пен еңбектің, тамандылық пен жауапкершіліктің символына айналған кәсіпкерлер қауымы деген жоғары құрметтің көрінісі. Шағын және орта бизнес дамуының ел экономикасының негізгі драйверлері. Бизнесті қолдау арқылы жаңа жұмыс орындарын құрылып, өңірдің әлеуметтік экономикалық жағдайы арта беретіні сөзсіз. Мемлекет басшысы биылғы жолдауында кәсіпкерлер еліміздің цифрлық дамуының қозғаушы күші болуы тиіс деп атап өткен болатын. Бұл ретте үкімет тарапынан бизнесті қолдау бойынша жүйелі шаралар атқарылуда. Әкімдік тарапынан да кәсіпкерлердің қолдау жөнінде нақты шаралар қабылдануда. Біріншіден, біз кәсіпкерлерге қолайлы жағдай жасау мақсатында көлемі 2400 гектар құрайтын жаңадан 11 индустриалды аймақтар құрылып, олардың саны 20-ға жетіп отыр. Индустриалды аймақтарында қазір таңда құны 152 миллиард теңгені құрайтын 98 жоба іске асырылуда. Нәтижесінде жаңадан 6000-нан астам жұмыс орындар құрылып, бюджетке жылына 2,1 миллиард теңге салық түсіруді көздеп отырмыз. Бүгінгі таңда осы жерде біз 39 миллиард теңгені құрайтын 50 жоба іске қосылып отыр. Жаңадан 2603 жұмыс орны ашылды. Сондай-ақ 1374 гектарды құрайтын арнайы экономикалық аймақтарда 155,3 миллиард теңге 13 жоба іске асырылуда. Нәтижесінде 2000-ға жуық азаматтар жұмыс орындарымен қамтамасыз етіліп отыр. Мерекелік жиында өңірдің әр саласында еңбек етіп жүрген кәсіпкерлер де құрметке бөленді. Олардың арасында білім, өндіріс және қызмет көрсету саласында табысты еңбек етіп жүрген азаматтар бар. Сондай-ақ Түркістан облысы кәсіпкерлер палатасының қызметкерлері де өз еңбектері үшін арнайы марапатқа ие болды. БНК Групп компаниясы 2023 жылдан бастап осы Түркістан қаласы өндірістік парк территориясында алғашқы Қазақстандағы жаңбырлатып суару техникаларын шығарып бастадық. Жылдық қуаттылығымыз 1000 данаға дейін, немесе 50 000 гектар. Қазіргі таңда 150 адамға жұмыс беріп отырып тұрақты. Одан басқа біз тағы да жаңағы мал шаруашылығымен айналысамыз. Оның ішінде сүт бағытындағы мал шаруашылығы, 1200 басқа арналған сүт тауарлы фермамыз бар, осы Сауран ауданында. Ол жерде 50 шақты адамға тұрақты жұмыс беріп отырық. Негізі 2019-дан бері негізі осы ауыл шаруашылық саласындамыз. 23-тен бастап өндірісіміз бар. Осы суару системаларының барлық түрін жобалаумен, оны өндірумен, жаңағы құрылысымен айналысып келеміз. Жаңбырлатып суару техникасына келетін болсақ, бұл әлемдегі көшбасшы технология деп айтсақ болады. Америка елінде